Ay, mam biedny. Jest. Надо кейк шкафон, нашар болады, қазір жақсы. Айыбы дастархан ұйымдастырып, соған ауыз тиіп, көжеден, неден, бауырсақтан. Қазір ме? Қазір дайын тұр. Әлі жақтырап бір. Бисмилля. Иә. Там угощение? Мы сейчас прошли, взяли. А, все. Еще раз возьмите. И мы сейчас взяли. Это такие правила. А здесь мы напишем, что. Халық разы болса, Алла да разы болады. Сол үшін сіздерге көп рахмет, осы келіп отырғандарыңызға. Там регистрация. И там можно уже. Фамилия, имя, пишет. Мына жерге кішкентай организация емес, сол андай бір осы қолданған. Бола ма? Как нам нужно? А, мы уже свои. А, они вот уже это. Покушали? Ну, а көжешкенде потом по 200 теңге маған беретін. Onlara
карман засуньте. Сейчас немерелерге. Конфеттер алыңыздар, варенье алыңыздар. Андай пирожный бар, құрттан алыңыздар. Немерелеріңізге. Немерелерге. Телефонымды бәрін ванна қойып. Жеті, болды жеті. Қанаға. Гиреева. Рахмет, Алла разы болсын. Қолдарың дерт көрмесін. По теме болды. Вы пережевываете там туда-сюда? Вы глотаете, как казахи, блин. Пакетін алыңыздар. Бізге ауылдан онлайн тегінде деген. Sizin atıcınız Şurgina. Çay içeyim deseniz çay var mıydı? Kaynadı. Canınızın mı? Android atma. Şimdi Şeşestirme. Çok önemli. Siz Türkiye'niz var. Türkiye'niz var. Austin's. Aa, rahmet. Пока Türkiye'ye değil. Тіркеліңіздер, ауыз істеңіздер. Нұрбекова Бекеш сәлематсыз ба? Науыз көжеден ауыз істейдіңіз ба? Науыз көжеден ауыз істейдіңіз. Ана жақта кіріп жүрші қызым. Bağırsağından alınız. Deniz kandı. Registracija var. Ему минусы. 1000 теңге штраф. 1000 теңге ödedim. Я 1000 теңге штраф. Офлайн участок. Болды и ко мне. А, мы не знали. Yok, daha düşünüp oturup koy. Düşünüp oturup koy. Ну я в этом курсе. Bana ağzına niye verirken duymuş yapsın. Yok,
Onu oturmuş, onu oturmuş. Жабу суу ауданы бірлік ауыл округы. Sınıf oturmasını da fark ettim. Мына жерге қазір әкімдер жүргізсін. Міне, Қазір, например, қараңыз. Мына қағазды қойдым. Енді қазір, например, мына енді мен қол қойдым. Енді мынаған енді жоқ шапқа деген енді бірге болмаймын бірге. Бөлек. Оны маған миллион жасау болады ма мынандай мына шапқа деген миллион. Кашка фотографиясы мың шафа фотография. Ол қойған. Қалай енді? Қалай например? На бөлек. Мына бөлек. Қалай түсінуге болады? Это она мне анау шын анау сетка нелер мынау материал былай жазылмайды ма? Ну, жақсы. Поставить, например, грузило нас. Адамдар вообще бәрі Қалай қазір? адамдар жоқ. Кім регистрация жасалған жоқ, просьба. Не айтыңыздар? Төрт кісіге қарызымен жақсы көже өтпеміз. Каз. Бір кешенің көже алып. Міне. Ну, желтый, местные смело Регистрация. Ана хаты өндірді. Жолға ой бөлігін үйреттірген. Тағы да бір бол. Жалғасаңыздар сұрай.
Burada stüdyoda Şimdi basırsan. Takip edildiğin ağır olmalı. Şurada tamam, ağır olmalı. Ya kaydasın da çalasın. Şimdi çalasın, konuşacağız. Taşını sürüyorsun. Olur mu? Yeter ki verin. енді сұрап қазір өзгерген бар енді. Hani kasık var mı? Maç. Давай. Alo, olsun. Также в привозят, также в нет. Тут кто-то, чтобы собрать коллеги. Честно, мальчик. İyi, şol. Katkı söz mü? Şol da korkuyor mu? Ana eskiden yok. Qanday kafolat qilamiz? Kollar. Önce cevap tutup Kollar. Yes. Kaba treba. Yes. Раз. Да.
рұқсат берсеңіздер бастай берсек, иә? Уақытын бастай. 00 болды, иә. Бастай керек пе? Құрметті ауыл тұрғындары, бүгін қоғамдық тыңдаудың негізгі шарты Шатыркөл кен орнының қорларын игерудің тау-кен жұмыстарының жоспар жобасының ықтимал әсері туралы есеп. Бұл экологиялық талаптарға сәйкес жүргізіледі. Қазір енді бірінші председательді сайлап алайық, төрағаны. Төраға Бақытжан Оразалыұлын сайласақ қалай қарайсыздар? Bir ауыздан сайланды. Сөз Рахмет, құрметті ауыл тұрғындары, ақсақалдар, көргенімізге өте қуаныштымыз. Жалпы қоғамдық тыңдаудың бірінші кезекте біз хатшысын сайлап алуымыз керек. Тәртіп бойынша хатшыға ретінде ұсынысты Шамшиев Алишер Мұхитовичті ұсынамыз. Қолдайсаңыздар, бекітіп алайық. Рұқсат қой. Жақсы, рахмет. Құрметті тұрғындар, жалпы келесі регламентпен жүретін боламыз. Баяндамашыларға 15 минутқа дейін талқылауымыз бар. Ондықта енді 10-15 минут деп регламентте белгілеп жатыр, енді оны шектемесек те болады. Жалпы одан кейін ескертулер мен ұсыныстарымыз бар. Одан бөлек соңында өзім қорытындылайтын боламын. Рұқсат берсеңіздер, қоғамдық тыңдауды бастайық. Баяндамашы Абилдаева Ғазиза Асылхан қызына сөз береміз. Қайырлы күн, бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар, бүгінгі Шатыркөл кен орнының қорларын игерудің тау-кен жұмыстарының жоспары жобасының ықтимал әсерлері туралы есепке баяндамамен мен жобалау бөлімінің инженер-экологы Абилдаева Ғазиза Асылхан қызы таныстыратын боламын. Нысанның орналасқан жері Шатыркөл кеніші Жамбыл облысында, Тараз қаласының облыс орталығынан солтүстік шығысқа қарай 250 километр, ауылдық округтың Төле би ауылының әкімшілік орталығынан оңтүстік шығысқа қарай 45 километр жерде орналасқан. Өнеркәсіп негізінен Шу қаласында шоғырланған, ауданның ауыл шаруашылығы негізінен мал шаруашылығы өнімдерін өндіруге маманданған, жекелеген шаруашылықтарда дәнді дақылдар мен қант қызылшасы өсіріледі. Ең жақын тұрғын үй Шоқпар ауылы Шатыркөл кенішінен солтүстік шығыс бағытта шамамен 22 километр қашықтықта орналасқан. Жобалық шешімдер. Шатыркөл кен орнында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыру үшін тау-кен бөлу аумағы Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің геология және жер қойнауын пайдалану комитеті республикалық мемлекеттік мекемесі Қазақмыс корпорациясына берді. Алып жатқан жер аумағы 5,126 шаршы километрді құрайды. Тау жұмыстарының тереңдігі 820 метрді құрайды. Осы жобада Шатыркөл кенішінің істен шығатын өндірістік қуаттарын батыс тармағының қорларын игеруге енгізу есебінен толықтыру көзделеді. Жобада негізгі аймақтың қорларын ашу схемасы нақты жүргізілген ашу қазбалары ескеріле отырып әзірленген. Аталған схема кен денесінің флангтарын және жату тереңдігінің төменгі горизонттарын қамтиды. Сонымен қатар батыс тармақ қорларын ашу схемалары ұсынылған. Жобаға сәйкес жылдық өнімділік жылына 650 мың тонна кен қабылданған. Өндірудің ең жоғарғы көлемі күнтізбелік жоспарға сәйкес жылына 620 мың тонна кенді құрайды. Құрылысты тау-кен жұмыстарының дамуы мен бәсеңдеуін ескере отырып, кеніштің жұмыс істеу мерзімі 17 жылды құрайды. Бұл ретте қоршаған табиғи ортаға қосымша залал келтірілмейді.
Атмосфералық ауаға әсер ету. 2026 жылға атмосфералық ауаны ластаудың 46 көзі, оның ішінде 8 ұйымдастырылмаған және 38 ұйымдастырылған көздер қабылданды. Сондай-ақ жалпы тізімге енгізілмеген 1 резервті көз және 9 жойылған көздер. Ал 27-29 жылдары атмосфералық ауаны ластаудың қолданыстағы 47 көзі болса, 30 жылға атмосфералық ауаны ластаудың қолданыстағы 46 көзі, 31 жылы 47 көз, ал 32 және 35 жылдарға атмосфералық ауаны ластаудың қолданыстағы 49 көзі, оның ішінде 10 ұйымдастырылған және 39 ұйымдастырылмаған көздері қабылданды. Сондай-ақ жалпы тізімге енгізілмеген 2 резервті көздер 9 жойылған және 1 консервацияланған. Сонымен қатар кен орнының қорларын ашу және өңдеу схемасы бойынша қабылданған жобалық шешімдерге сәйкес 2026-35 жылдар кезеңінде белгіленген ластану көздерінен атмосфералық ауаға 31 атаудағы ластаушы заттар шығарылады. Олар темір оксиді, марганец және оның қосылыстары, қалай оксиді, қорғасын және оның органикалық емес қосылыстары, хром, азот диоксиді, азот оксиді, көміртек, күкіртті сутек, фторитер, диметилбензол, метилбензол тағы да басқа заттар шығарылады. Ластаушы заттардың шығарындыларының сандық сипаттамасы кестеде көрсетілген. Ол 26 жылы 182 тоннаны жылына құрайтын болса, 35 жылы 186 тоннаға дейін барады. Атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың таралуын есептеу үшін өлшемі 11608 метр болатын есептік тікбұрыш қабылданды. Атмосфераның жерге жақын қабаттарындағы ластаушы заттардың концентрациялары есептік тікбұрыш аумағында, сондай-ақ санитарлық қорғау аймағының шекарасында және әсер ету аймағында есептелді. Атмосфераның төменгі қабатының ластану деңгейі модельдеу және талдау. Қоршаған ортаға бөлінетін заттардың жергілікті концентрацияларын есептеу нәтижелерінің талдауы жалпы алғанда есептелген концентрациялар белгіленген санитарлық қорғау аймағы шегінде Шатыркөл кеніші мен бірлік станциясына қатысты атмосфералық ауа ластауға әсер ететін барлық заттар бойынша ПДК нормасынан аспайтынын көрсетеді. Осылайша өндірістік қызмет атмосфералық ауаның ластануына айтарлықтай әсер етпейді және оның нәтижесінде қоршаған орта компоненттерінің деградациясы орын алуы мүмкін емес. Таралу нәтижелеріне сәйкес кен орнының жұмыс кезеңіндегі атмосфералық ауаның ластану көздерінен келетін әсер рұқсат етілген нормалар аясында екенін айтуға болады. Мониторингті ұйымдастыру. Эмиссиялар мониторингі шығарындылар көздерінен рұқсат етілген нормативтердің сақталуын бақылау үшін жүзеге асырылады. Мониторинг жүргізу жиілігі 90 сайын бір рет, шығарындылардың көлемін және атмосфералық ауаның сапасын бақылау өз күштерімен немесе аккредиттелген зертхана келісімі бойынша жүргізіледі. Әсер ету мониторингті жүргізу барысында санитарлық қорғау аймағы шекарасындағы белгіленген нүктелерде атмосфералық ауаның ластану жағдайын бақылауда болады. Сынама алу жиілігі 90-ына бір рет, бақыланатын заттар азот диоксиді, күкірт диоксиді, көміртек оксиді, органикалық емес шаң. Мониторинг деректері атмосфераға нақты әсерді қадағалауға және рұқсат етілген мәндерден ауытқулар болған жағдайда шығарындыларды азайтуға уақытында шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Санитарлық қорғау аймағының көлемі 24 жылғы санитарлық эпидемиологиялық қорытындысына сәйкес қабылданды. Ол Шатыркөл кеніші мен бірлік станциясының теу пункті үшін алдын ала есептік санитарлық қорғау аймағын жобалау туралы құжатқа сәйкес, осы құжатта Шатыркөл кеніші үшін санитарлық қорғау аймағының көлемі кемінде 500 метр болуы тиіс. Бұл екінші қауіптілік класына сәйкес келеді, ал бірлік станциясының өндірістік алаңы үшін санитарлық қорғау аймағы ретінде 100 метр болып белгіленді. Бұл төртінші қауіптілік класына сәйкес келеді. 2021 жылдың 13 қыркүйегіндегі Қазақстан Республикасының экология және геология табиғи ресурстар министрлігінің экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Жамбыл облысы экология департаменті берген қоршаған ортаға теріс әсер ететін нысанның категориясын анықтау туралы шешімге сәйкес Шатыркөл кен орны бірінші категорияға жатқызылды.
Сонымен қатар осы жобада сумен жабдықтау және су бұру қарастырылады. Шатыркөл кенішінде су келесі мақсаттарда жұмсалады. Ол шаруашылық, тұрмыстық және өртке қарсы қажеттіліктерге, өндірістік қажеттіліктерге, жер асты қазбаларының технологиялық қажеттіліктеріне, автокөлік жуу бекеттері, сондай-ақ жылдың жылы кезеңінде үйінділер мен автожолдарды суаруға су қажет болады. Сонымен қатар су бұру. Шатыркөл кен орнын игеру барысында шаруашылық, тұрмыстық ағынды сулар және шахталық сулар түзіледі. Көлемімен сіздер экранда таныс бола аласыздар. Шаруашылық, тұрмыстық ағынды сулар кәріз құбыры арқылы темірбетон құдықтарынан өтіп, көлемі 83 куб метр болатын 2 секциялы бетондалған септикке бұрылады. Кейіннен ағынды сулар ассенизаторлық машиналармен сорылып алынып, келісімшарт негізінде бөгде ұйымдар арқылы Шу қаласының тазарту құрылыстарына шығарылады. Шаруашылық, тұрмыстық ағынды сулардың жиынтық көлемі жылына 19.554 текше метрді құрайды. Сонымен қатар шахталық сулар жер асты қазбаларының технологиялық қажеттіліктеріне, үйінділер мен автожолдарды суаруға пайдаланылады. Қалған бөлігі шахталық суды мөлдірлеу үшін лай тұндырғыштар жіберіліп, кейін Шатыркөл кен байыту фабрикасының технологиялық процесінде пайдалану мақсатында байыту қалдықтарын сақтау қоймасына бағытталады. Көлемімен сіздер экранда толық таныса алатын боласыздар. Сонымен қатар су ресурстарын қорғау жөніндегі іс-шаралар жүргізіледі. Жерасты суларын ластанудан қорғау мақсатында жұмыс жүргізу кезеңінде келесі іс-шаралар қарастырылған. Жер бетінің ластануын болдырмау үшін жұмыс орындары мен тұрмыстық үй жағдайларды тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлермен жабдықтау, өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды уақытылы рұқсат етілген полигонға шығару, барлық жұмыстарды жер бөлу учаскелерінің шекараларында қатаң түрде орындау, жанар-жағармай материалдарының төгілуіне жол бермеу үшін көлік құралдарының техникалық жағдайын бақылау, су тұтынуды есепке алу, ағынды сулардың сапасын бақылау. Аталған іс-шаралар су бассейніне ықтимал теріс әсерлерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Шатыркөл кенішінің аумағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамына кірмейді. Сондай-ақ су объектілерінің су қорғау белдеулеріне жатпайды. Жер үсті суларын ластанудан қорғау мақсатында өзен суының жай-күйін 90 сайын жоғарғы және төменгі ағыс бөліктерінен сынама алу арқылы тұрақты мониторинг жүргізілу қарастырылған. Қабылданған жобалық шешімдер жер үсті және жер асты суларына түсетін теріс әсерді оңтайландыруға және төмендетуге мүмкіндік береді. Жалпы алғанда су ресурстарына әсер ету деңгейі рұқсат етілген деп бағаланады. Келесі эксплуатация кезінде болжам бойынша 39 түрлі қалдық түзіледі. Олар және қауіпті қалдықтар, қауіпсіз қалдықтар. Сіздер қауіпті және қауіпті емес қалдықтармен экранда толық таныса алатын боласыздар. Олар пайдаланылған автокөлік аккумуляторлары, пайдаланылған мотор майлары, пайдаланылған беріліс қорап майлары, гидравликалық майлар, өнеркәсіптік майлар, резервуарларды тазалау кезінде шыққан мұнай шламы, кеңсе техникасы және электронды жабдық қалдықтары және тағы басқа. Сонымен қатар кәсіп орында эксплуатация кезеңінде пайда болатын қалдықтардың жалпы көлемімен экранда таныс бола аласыздар. Қалдықтар кәсіби мамандандырылған ұйымдарға келісімшарт бойынша жеткізіледі. Жобалық бағалау көрсеткендей, өндіріс пен тұтынудан шыққан қалдықтардың қоршаған орта компоненттеріне әсер деңгейі төмен болып есептеледі. Қалдықтарды өндіру нормаларын сақтау және барлық табиғатты қорғау іс-шараларын орындау жағдайында болады. Сонымен қатар Шатыркөл кен орнын өңдеу кезінде жанасқан тау жыныстары түзіледі. Сіздер көлемімен экранда таныс бола аласыздар. Қалдықтармен жұмыс істеу 7-ші бөлімінің қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралардың үлгілік тізбесінің талабын ескере отырып, байыту қалдықтарын қайта өңдеу, пайдаланылған, бүлінген және ластанған жерлерді қалпына келтірудің техникалық кезеңін жүргізу мақсатында оларды пайдалану
карьерлердің ішкі үйінділердің және шахталардың пайдаланылған бос жеріне карьерлік жолдарды төгуге арналған Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 4-ші қосымшасына жалпы жыл сайынғы түзілу көлемінің құрамындағы жыныстардың бір бөлігі жыныс үйіндісінде және карьерлік жолдарды салу үшін көмілуге жатады. Келесі топырақ және өсімдік жамылғысы. Есеп шеңберінде топырақ өсімдік жамылғысына әсер ету рұқсат етілген сипатқа ие екені анықталады. Әсер ету жергілікті нүктелік сипатта болады. Әсер ету ұзақтығы бойынша тұрақты. Жануарлар әлемі жобада көзделген технологиялық шешімдерді сақтаған кезде жұмыстардың қайтымсыз сипаты болмайды және қаралып отырған аудандағы жануарлардың тектік қорына әсер етпейді. Әсер ету сипаты жануарлар дүниесіне әсер ету факторлары бойынша деректерді талдау әсер етудің жергілікті сипатқа ие екенін көрсетті. Жұмыс жүргізілетін аймақта мемлекеттің қорғауындағы табиғи зоналар, тарихи және мәдени ескерткіштер жоқ. Жобаланатын нысанның аймақтың әлеуметтік саласына әсерін талдау көрсеткендей, ауданның қолданыстағы инфрақұрылымына теріс жүктеме артуы болмайды. Кен өндіру жұмыстары бірқатар жұмыс орындарының ашылуына себеп болады. Осылайша жоспарланған жұмыстардың жүргізілуі өңір тұрғындарының әлеуметтік тұрмыстық инфрақұрылымына қажетсіз жүктеме сонымен қатар еңбек ресурстарына және тұрмыстық қызметтерге сұраныстың белгілі бір өсуі жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамтылуын арттыруға оң ықпал етеді. Қорытындылай келсек, жоғарыда келтірілген ақпаратқа сәйкес жобалық шешімдерді жүзеге асырылуы қоршаған орта компоненттерінің қазіргі ластану деңгейінің өзгеруіне алып келмейді және геожүйені бұзатын қайтымсыз процестерді тудырмайды. Кен орнын одан әрі игеру мүмкін. Бұл ретте экожүйеге жүктемеге жол берілмейді. Кен орындарын игеру аяқталғаннан кейін аумақты тазалау және рекультивациялау жұмыстары жүргізіледі. Қоршаған орта компоненттеріне түсетін жүктеме азаяды. Жобалау шешімдеріне сәйкес қабылданған барлық жобаланатын нысандар мен шаруашылық қызметін тау-кендік бөлу және жер телімдерінің қолданыстағы шекаралары шегінде жүргізіледі. Қосымша жер телімдері талап етілмейді. Пікірталас тудыратын аумақтар жоқ, тиісінше халықтың құқықтары мен мүдделері бұзылмайды. Назарларыңызға рахмет. Енді осы жоба бойынша сұрақтарыңыз болса, талқылауға болады, қойсаңыздар болады. Жобаға байланысты сұрақтарыңыз. Экология. Бұның экология байланысты енді бұл әңгімелер енді халықтар бұны онша көп түсінбейді ойна. Кім тексереді, нетеді. Исмаилов Кенесар. Соны экология жаңа оқыдыңыз ғой. Но енді бұны кім Бақытжан енді бір район өздеріңіз сіздер тексересіз ғой. Бұларда или специальный организация бар ма тексереді? Бәрі бар қазір. Соны біз енді халықтарға білсеңдер, оны осындай специальный нелер қалай бұны тексеруге, соны біз халықты білу керек. Мұнда қазір бәріңді айтып жатсыңдар, экология ешқандай зияны жоқ, нетуге. Біз енді сіз енді жарайды, сіз енді как заинтересованный лицо, енді мынау экологтар біздің экспертиза жасап, осындай енді бұлай халыққа енді чтоб ешқандай күмән болмасын, сол сіздер экологтар айтып беріңдер. Саламатсыздар ма? Мен Шу ауданы санитариялық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы Сәулебаев Мұрат майорұлы боламын. Мен бұл мекемені экология департаменті өзінің экологический кодекс дейміз ғой, соған байланысты қадағалап тексеріп отырады. Және де біз халықтың денсаулығын қадағалау басқармасы болуымыз, біз де бақылап отырамыз. Енді бұл жерде мен өз жағым айта кететін, бұл кісілердің мына жасап жатқан жобалары қазірге айтып отыр, қандай шығындары бар, қандай әсері болады, қанша мөлшерде болады деген. Бұлардың бәрін жоба жасайды, жобалардың бәрін мемлекеттік мекемеге жібереді. Мысалға экологиядан басқа біздің департамент санэпид контроль деген бар Жамбыл облысында. Соған жіберіледі. Осы жоба толық зерттеліп, одан кейін бұған қорытынды берілген. Жаңағы өздерің айтып өткендей, Шатыркөл кенішіне 500 метр қойылған, бірлік станциясында қазір 100 метр қойылған. Бұл не деген санитарлық қорғау аумағынан 500 метр және 100 метрден ары қарай ешқандай шығынды әсері адамның зияндығына тимейді.
орысша айтқанда ПДК деп айтады, предельно допустимая концентрация. Ол дегеніміз, ол концентрацияның әсері адамның өз денсаулығына және оның үрім бұтағына шейін ешқандай әсер тигізбейтін мөлшер. Сол мөлшерден аспайтынын көрсетіп отыр. Бұлар жобаларын көрсетті, жобада бәрі есептелді, қорытындыларын алды. Одан бөлек бұл кісілерде 90 сайын лаборатория, бұлар мысалы доғырға отырады, независимый экспертный лаборатория келетті, бүкіл жаңағы атмосферный воздух, радиация, су, жер астындағы суға әсері қандай болып отыр, қоршаған ортаға қандай әсер етеді, солардың бәрін лаборатория зерттеп, экологический департаментқа жіберіп отырады. Одан бөлек бұл кісілер 6 ай сайын біздің мекемеге де өздерінің зерттеген астында қандай нәтижелер болды, солардың бәрін бізге беріп отырады. Одан бөлек біз енді халықтың тұрып жатқан жердегі радиациялық қауіпсіздігі және атмосферадағы зияндылық бар ма деп, біз де өз тарапымыздан 90 сайын зерттеп отырамыз. Ол бірнеше рет айтылды, бізде осы ауылда да осы 1-90-да жүргізілді, результат нәтижелерін бәрін бізге беріп отыр. Ауыл әкімдеріне айтылды, сол лаборатория келіп жүргізетін кезде, аспаптарын өлшейтін кезде келіп қатысып көрсеңіздер болады. Сол себепті жан-жақтан бақыланып отыр. Егерде аталғанда мөлшерден, белгілі мөлшерден асатын жағдай болатын болса, онда біз бірден осы мекемеге ақпарат береміз, жергілікті атқарушы органдарға хабар береміз, және де осы аудан өкіліне ақпарат беріп, тиісті іс-шара қабылданып, тоқтатқанға шейін іс-шара қабылданатын болады, егер ондай болған жағдайда. Оны атап өтіңіз, бұған дейін ол болған жоқ. Бүгінгі күнге дейін ондайлар болған жоқ. Сол себепті мен бір сұрақ. Мен осы Нұрғады Қалбек бұл. Қалбек Нұрғады. Экологияны сіз айтып отыр, дұрыс. Бұл кісілерден беріп отыр ақпарат дұрыс. Ол енді бәрі қағаз жүзінде ол жан кейбір адамдар түсінеді, кейбір адамдар түсінбейді оны. Ал енді фактын айтайын. Осыдан 1-2 ай бұрын мен келіншегімді больницаға бардым, онкологияға. Сөйтсем онкологиядағы больницадағылар айтады, шу сендерге не болған дейді. Сіз түсініп отырсыз ба? Енді сонда қалай түсініп болады? Енді, например, мен бала жақ келіндерім отыр, немерелерім отыр екен. Кішкене қарасаңдар ше, бізде адам баласымыз ғой. Сен экологияның бастығы келді, хорошо. Кішкене қарасаңыз бұналарға кішкене. Бізді қырып кететін болды бұлар екен. Вообще тататын келді. Мен өзім келіншегімді алып бардым екен. Не дейді, қорытындысы не дейді келіншегіңіз? Рак дейді, не дейді? Ол неден болды дейді? Вот сол экологияны, экология өшетіп отыр. Соны айтады, бәрінің астын жаңа врачтарға тоқтаңыз, қазір айтыңызшы ма? Тоқтаңыз, 1 минутқа. Менің айтқан врачтың айтқаны маған сен айналайын дейді, сендердің шуға не болған дейді, неге анау шатырқуға бармайды, не болды сендерге шу дейді. Көке болды ғой енді айтыңыз, кешіңіз, сол врачтың аты жөнін маған беріңіз. Бересіз ғой, мүмкіндік бар ғой бергенге. Мен ол кісілермен қазір тағы да не ойлаймын, ол кісі ондайды айту мүмкін емес. Оның құқығы жоқ өйтіп айтқанда. Жалпылама қылып айту, ол дәлелсіз нәрсе болғаннан кейін оны айта алмайды. Бүгін өкінішке орай қазір мен главврачымыз кім ауырыңқырап қалды, отаға түскеннен кейін, Жайдар Саттарқұлович, Жайдар Аскербекович айтса, оның алдында да осы жерге болған кезде біз бүкіл командамызға бәрін түсіндіргенбіз. Ол жалпылама, егер де он жоқ, менікі дұрыс, мен бүйтем дейтін болсаңыз, маған онда врачыңыздың аты жөнін беріңіз. Мен сол кісімен кездесейін, дәлелдеп берсін. Яғни сізге айтқаннан кейін сіз как бізге свидетельсіз, онда біз онымен сіздің құлағыңызды көтеріп, сізге недостоверный информация беру үшін мен ол кісімен өзім жұмыс істейін, өз бағытым бойынша. Келістік қой. Сөйтіп келсек, андай былай қазір жаңағыдай кешеде бір ауылға бардық мысалы. Бүгінде ауылға барып жатыр, екі басты қозы туылды, 7 аяқты бір бәледе. Көрсетші, бар ма ондай? Жоқ болғаннан кейін оны не қыламыз ғой? Ауызша айта салып, бейте салып. Ол мысалы өзімізде мысалы 2 тырнақ шықса өзіміз соны видеоға түсіріп жария қыламыз ғой? Жоқ болғаннан кейін оны айтудың қажеті жоқ. Оны дұрыс не болды? Адамды шошытып, мысалы бейткен. Бұл мекеме итак 20 жылдан бері істеніп келе жатыр ғой. 20 жылдан бері итак аңдығанымыз осы кісілер, мысалы экологиясында, неғылысында. Қазір тем более қазір мемлекеттің күш қуаты өте үлкен болғаннан кейін бұндай әсерлікті біз де білеміз. Сіздердің жан айқайларыңыз қай жерге бармасақ та осындай әңгіме болады. Болғаннан кейін біз қайтадан егер де міне бұл кісі міне мынау қазір майорыш кісілер 3 ай сайын бүкіл экологиялық экспертизаны өзінің сертифицированный, неден өткен, аккредитованный лабораториялық құралдармен жүреді. Міне ауыл әкім Нұрбек ағамызға қазір мен тапсырма берем. 3 айда мынау кісілер келген кезде мынау кісілер хабарын береді. Осы ауылға осындай күні келеміз деп. Бұл кісі чаттарыңыз объявлять етеді. 100 адам болып жүресіздер ме? Бірге жүріңіздер. Анау Шатыркөлге дейін барыңыздар. Шоқпарға дейін барыңыздар. Мынау кісілер сол жерге дейін жүреді, 2-3 күн жүреді. Сол кезде балаларыңызды белсенді азаматтарды қосып қойыңыздар. Ертеңгі күні алып қашпа әңгіме болмасын. Сөйтіп келісіп алайық. Жақсы.
рұқсат болса толықтырып өтейін. Енді мына профзаболевание деген бар. Мына мысалы сіздер енді ауылдың сыртындасыздар, ол Шатыркөлдің ішінде жүрген жоқсыздар. Егер де жаңағындай рақ ауруымен ауыратын болса, тікелей сол Шатыркөлде жұмыс істеп жатқан адамдар ауыратын еді. Олар кез келген адамның ауыратын болса, даже бел ауырып, осы жұмыс істеп жатып ауырдым дейтін болса, бізге ақпарат түседі. Олардың түсіп жатқан ақпараттары бойынша мына бел ауруымен келіп жатыр. Бірде бір адам раковый жаңағы рак дедіңіз ғой, сондай аурумен ауырып деген бірде бір жағдай тіркелген жоқ. Сол жақтағы жігіттер 20 жыл 30 жыл істеп жатқан жігіттер бар, арасында 4-5 баласы бар, бала шағасымен өмір сүріп жатыр. Сол себепті ол алып қашпа әңгіме нақты болатын болса, нақты сол кезде қарау керек. Бүгінгі күнге ешқандай асып кеткен мөлшер анықталған жоқ. Енді оның мысалы жоқ. Нені? Осы кезге дейін тасылды ма деді? Радиация болған жоқ па? Жоқ, ол қазір шығара алмайсыздар ғой. жоқ, қазір ол жаңа тасылып жатқан зат. Мешокқа салып тасылып жатыр. Болуы мүмкін. Иә. Енді мен мынаны жауап Оның алдында тасылғандарда болды радиация. Болғаннан кейін, ауырғаннан кейін айтып жатыр. Жоқ, тағы да айтып кетейін. Я 3 года работаю, Екі адам ауырады. И никакого там уважения нету, ничего. Ни удобства нету, да, вот, например, на том потере. Я 3 года работаю. А вы за экологию говорите, допустим, да, больничный, даже ребята, такого нет. Куда вы смотрите? Я вообще это не понимаю. Потому что я это проверил, уже сам знаю. Давайте я вам на До сих пор я работаю. Все хорошо. Давайте я на вопрос отвечу. Мына қараңыздар. Мынау қызылмен белгіленген. Бұл жаңа қысқашаны атамыз айтты ғой, жаңа біз түсінбейміз енді. Бір ауыз қазақша айтып қысқаша. Мынау қызылмен берілген санитарлық қорғау аймағы. Мынау шеткі объекттен 1000 метрден есептелген. Бұны біз салған жоқпыз, бұны өзі біз осы жерге картографияға сол эра деген программа бар, соған салынады, масштабы барлығы салынады, мынандай сол жаңа генплан арқылы. Сол кезде бұл өзі программа өзі сызады мынандай қылып, әдемі 1000 метр каждый объекттен. Енді 90-на бір рет мен өзім таныстырып кетпеппін, экологпын, осы корпорация қазақмыз, инженер экологпын. Осының есебін есептейтін 3 айда бір рет отчет, госорганға отчет береміз. Сол 90 сайын. Бұл сынамалардан мына жерде, мына точкалар қызылмен, егер көрініп тұрса, қызылмен, осы точкалардан, осы санитарлық қорғау точкалардан замерлер алынады, сынамалар алынады, 3 айда бір рет. Ол подрядная организация, жаңағы аккредитованный лабораториялар біз жалдаймыз. Сол кісілер алады сынаманы. Сосын сол сынаманы алғаннан кейін соның ішінен біз жаңағы мынау заттар арқылы, мына жерде азот, басқа деген сияқты, солардың грамм секундын және тонн көп ауаға қаншалықты мынау қызылшадан біз асып кетпеуіміз керек. Соны біз есепке ала отыр, жаңағы замер арқылы ғана есепке аламыз. Оны біз жайлы ауадан ала салмаймыз. Ол бірінші момент. Екінші момент, енді біз алдап кеткен деген күннің өзінде де біз жаңа отчет береміз ғой 3 ай сайын. Бізге мысалға міне госорган келеді, госниктер проверкасымен, прокурорский проверкасымен. Бұл кісілер өздерінің зертханасымен келеді. Сосын біз жалдаған зертхана бар. Сол кісілер бірге замер алады, сол кезде уже көрінеді біз қалай алдап отырмыз, или олай қалай алдап отыр. Ол жерде уже ешқандай алдау, басқа деген уже болмайды. Қысқа айтқан кезде, осылай. Сосын сосын жаңа жалғастырып кететін жағдай, міне осы қызылшаның ішінен 3 айда бір рет топырақтан анализ алынады. Ол бірінші радиационный фоннан ол да алынады сынамалар. И подземный су, жерасты сулардан сынама алынып отырады. Және сол сынамалар, ол да біз алмаймыз, оны да подрядная организация алады. Соны біз жаңа мониторить етіп отырамыз. Сол сынамалардың результаттарын, жаңа протоколын біз госорганға тапсырамыз. Сосын олар да келіп сынамаларды тексереді. Біз рас айтып отырып па, не өтірік айтып отырып па? Ол осындай болды. Енді жаңа айтып жұмыс барысы схемасы осылай. Қысқа нұсқа айтқанда егер түсінікті болса. Мемлекеттік орган бізді тексеріп отырады. Тағы егер сұрақтарыңыз болса, мен айтып берейін. Карина, ағыңызды айтыңыз да. Саламатсыздар, мен Ахметова Зылиханмын. Сол Әулие-ата көшенің аяқ жағында тұрамыз. Біз Шатыркөлдің тупикке жақын жерде тұрамыз.
Biz şu жерде тұрамыз. Өрік терегіміз, слива терегіміз, вишня терегіміз, екеуміз жер үйде тұрғасын отырғызасың ғой жылда. Отырғызып тым жақсы мейве-шүйве беріп отқан ағашымыздың бәрі 2 жыл болды өліп қалды. Бірде-бір есіктеріміздің алдында сол рядта темір жолдың бірінші рядында тұрамыз. Ешқайсымызда қалған жоқ. Жартылай өліп жатыр. Нанбасаңдар жүріңдер, қазір барып көрсетейік. Қопар кесіп тастаған талдарымызды көрсетейік. Енді қазір сіздер мешітпен әкеп салыватқандарыңызға 1 жыл 2 жыл ақ болды. Ал оны мына конденсат па бірдеңені әкеп атсыңдар, кранмен салып атсыңдар вагонға. Оның алдында 20-30 күніге 20-30 КАМАЗ тасты төгіп тұрды. 2 жерден 2 қат вагонға салып тұрды. Түніменен 20-30 вагон шығып, күнімен 20-30 вагон кіріп тұрды. Ашық, айдың үсті ашық. Ол өтірік емес. Өтірік па айтыңдаршы? Соның бізге зардабы тиді ғой, соның шаңы тиді ғой бізге. Ауырдық та, ауырып жатырмыз. Енді оның бәрі Шатыркөлден көріп жатқан жоқпыз, бір Алладан көріп жатырмыз. Құдайдан шығар, Алланың берген бейнеті шығар деп жатырмыз. Оның ішінде рак болып өліп жатқандарым бар, жап-жас балдардың өкпесіне тесік түсіп жатқандарым бар. Біз енді оның бәрін бір неден көріп жатқан жоқпыз, бірақ бір Алладан, Алланың бейнеті шығар деп жатырмыз. Бірақ көзбе-көз өріктеріктеріміз бәрі өліп қалды. Есігіміздің алдындағы егіп отқан, қарап отқан жерден колонка қағып, мотор қойып суарып отқан. Соның бәрі осы Шатыркөлдің зияны ғой. Енді талды өлтіріп жатқанда адамға не жоқ? Енді өздерің ар жағын талдап алыңдар. Мен енді оны тәртіп бер, талымды, ауруды жөндеп бер деп жатқан жоқпын. Жабық түрде болса кешемен бүгін болып жатыр. Оның алдында ашық айдын, вагонда ашық айдын болды, КАМАЗда ашық айдын болды. Ол өтірік емес. Соның зардабын біз тартып отырмыз. Қазір енді дұрыс болып қалды ғой, жабылып. Жоқ, енді білмеймін деген болмайды ғой, былай ғой. Ашық болды, енді қазір жабық келді. Разница бар ғой. Енді айтуымыз керек қой. Ақыры, жоқ, апатай, тоқтаңыз. Енді біз андай адамымызды жақсы жерін айтамыз да, жаман жерін айтып, жақсы жерін айтпаймыз. Біз жұмыс істеп жатқанымыз осы жақсы болсын деп. Яғни басында өзіңіз айттыңыз, ашық, шашық, тасылды, айқай шу болды. Оның бәрі жаңа айқай болғаннан кейін міне осы фабриканың соғылуы да осы экологиялық тұрғыдан да бірінші кезекте фабриканың соғылуы да ол жаңағындай осыны өңдеп, не қылып мүшекпен тасу еді. Міне қазір әлде қайда кезінде 40 машина өзіңіз айтыңыз жүрді, қазір 4 машина мен 10 машинаның арасында жабық түрде ашық, не қылмай, шаңдатпай не қылады. Енді оның әсері деп бар жоғын мен айтылым, бірақ жаңағындай айтқандай СЭС келеді. СЭС келген кезде міндетті түрде Нұрбек кісі хабарлама береді, міндетті түрде өздеріңіздің үй жақтарыңызға апарсаңыздар да болады аппараттарыңыз. Міне майор үштің мамандары жүреді, сол кісілер апарып қай жерге жүріңдер көрсетіңдер дейтін болсаңыздар, сол жерден көрсетеді. Жоқ керек, сіз аудан әкімі өзіңде кел дейтін болсаңыздар, мен де келемін керек болса. Сол жерде аппарат сертифицированы бәрі шыққан, ертеңгі күні бір-бірімізге мен де жауаптымын сіздер үшін. Мен де басым он бас емес, ертеңгі күні осы жерден осы ешек судан өтіп кеткенге шейін деген мақсат қойып жатқан жоқпыз. Мен де абыроймен басымды көтеріп, сіздердің алдарыңыз жарқырап жүрген маған да қажет бірінші кезекте. Сол үшін сөйтіп келісе алайық. Сосын жаңа мен жалғастырып кетейін дегенім, мысалға жаңа мынау бірлік станциясы, я мынау 100 метр болсын, 500 метр болсын, или мысалы бірінші санаттағы мысалы 1000 метр болсын, жаңа 1000 метр деп айттым ғой. Бұл мынау өлшемдер, ол біз өлшемейміз оны. Оны үкімет, жаңа госэкологтар министерствода отырғандар, солар белгілейді соны. Сіздердің мысалға біз өрсеміз, біз осындай өндір жасап жатыр, осындай деятельность, осындай шаруасы теңдеп жатыр, осындай бәрін выбростар болсын, сброс болсын, отход болсын, солардың бәрін көрсетеміз ашық, айқын түрде. Сол кезде солар айтады, так, сендер экологический кодекс бойынша сіздердің санитарлық қорғау өлшемі аймағы, мысалға, жаңа бірлік станциясына 1000 метр, жаңа Шатыркөл жаңа несіне 500 метр деп солар қойып береді. Ол біз Шатыркөл болсын, Қазақстан болсын, ондай несі емес, ойыннан бір алынатын. Ол өзі министерство солай белгіленеді. Барлық шығарындылар сол белгіленген зонада ғана өтеді. Экологиялық қоймадыңыз ғой, метр. Қалай? Орада жатыр ғой қазір. Сұрақтарыңыз болса, орада. Айншен тасбергенде. Мына орада жатыр ғой, қоймадыңыз ғой, метр деп. Қанша метр ауыл несіне?
Қанша километр? Міне, қараңыз. Ондай шатыройын маған айтпай қоңыз оны. Емес, біздікі айтып жатыр. Біздікі жатқан орда мен ауылдың поселкенің ортасы қанша метр? 37 километр. 37 километр. Осы жерден Шатыркөл Сіздің мешогіңіз бір қарама шаң шықпай ма? жоқ шықпайды. Жоқ. Ол мешоктар, ол бигбек специально сондай өзі арналған. Ол дұрыс қой. 1 минутқа бола ма? Аршерді специально. Мен сіздердің ауылға дейін қазір ақым ғой, мен сіздердің ауылға осы бұрын келдім, мен сол Викторанста мен руда тастадым. Bir günde biz dnevной norma 1780 tonna болатынбыз. Бывало дни 2800-ге дейін шығады. Бұл күнде 48 рейс, 55 тоннадан қамын емін прицеппен. Бұрғырат 5 балаға мысал тасығамыз. Қазір ондай руда жоқ, 2100 тонна деген қазір келсек, бүгінгі күнге жабық мешокпен кейде 3 рейс келеді, кейде 4 рейс келеді. И то бигбенмен келеді. Защищенный мешокпен. Енді ол болмайтын салттар аңыратамыздар осы 40 жыл. 40 жыл бұрын қайда қалдық мысалы айтсаңыздар сол кезде. Мен оны не тұрған жоқпын. Ауырып шықса Алланың берген әр ауылдан 5 рак неге де болып маған айтты ауылдан 5 рак біз неге береміз. Ауданға қандай разы өйміз. Кеше бүргіштен барып сұрадым мен өзім ауылдан қанша бізден 4 шықтымыз. Ол енді одан келген, Алладан келген бір Алла біледі сол себепті. Көп нәрсе еместердің ауыздарын жабай деп тұрды, бірақ болған нәрсені айтып тұрмаңыздар. Мен еште келсек бізге бетінек сөз жүрді. Күн-түні сорудан жанында күннен бес ойды отырдық. Сіздің балаларыңыз анау Ербол істеді, осы ауылдың үш үйден погрузчиктен анері көшіп келгендер болама кейін үйін сатып берген. Күн-түні солар семейде істеді. Ауырса соңын. Жердің астында шақты да менің Орасан Ташбек деген қордасым істейді өшкеді. Біздің Шалықтың қазір 67 бала істейді екен, санасам. Именно Орасан мені на днях пенсияға шықты, полный взрывта болды астында. Жақсы. Аха, тағы да. Жоба қатысты сұрақтарыңыз болса? Қандай сұрақтар бар? Бір нәрсені айтайын деп едім. Жақсы. Отырып сөйлейін. Жоқ. Мынау халықтарға айтайын деп едім. Осы ауылға келгенге мен 25 жыл болды. Сол 25 жылда бұрын Шатыркөл, бұлармен біз қанша айқай-шу болды, нелер болды. Сіз енді жаңа адамдар келіп жатсың, новый акционерлер. Но бірақ та сол 20 жылдың ішінде бұрын бізді ешкім тыңдамады бұндай әңгімені. Бұлар уже басшылар өздері жасады, енді біз оларға кінә қоймаймыз енді. Болған нәрсе болды, анау сөйтті, мынау бүйтті деп. Бірақ та мен не айтайын, біз мынау сонда осы мынау 20 жылдың ішінде бәрібір халық шулап, етіп осындай нелер, бірақ та нәтиже болды. Мынау все-таки қазір мыналар көрдіңіз ба, машинамен тасымайды, осындай қапшыққа салып соны етіп, 1-2 жыл болды уже нетуге. Бұл енді мынау жаңа айтып отыр ғой, мынау экспертиза жасайтын адамдарға айтайын деп едім. Мысалы, бұны қазір былай айтуға болмайды. Мынау 4-5 жылда, 4-5 жылдың ішінде мынау қазір қапшықпен тасайды ғой. Бұған экспертиза, статистика керек. Бұрын қалай болды, мынау 5 жылдан кейін қандай бір анау ауру болды ма, неден болды ма, рак ауру даже руда жоқ жерде де одан да көп болып жатыр ғой. Соны біз енді мынау жақсы енді осындай нәрселер болды. Енді сіздер келдіңіздер, осы жақта істеп жатсыңдар. Сіздерге біз өзіміздің былай көп рахметімізді айтамыз. Вот мынау уже қанша жылдың ішінде былай айтқанда вообще бізге халықты ешкім тыңдамады, ешқандай көмек бермеді. Енді осы Казмыска біз енді адам осындай әрбір нәрселерді айтады. Біз өзіміздің жақсылықты айтайық. Қанша бізге мынандай осындай 310 миллионға шейін осы 3 жылда бізге осындай көмек жасады. Парк салып берді, стадион салып берді, көп нәрселер салып бердіңдер. Біз соған ризамыз, Алла разы болсын, ризамыз. Қазір біздің балаларымыз осындай стадионда, нелерде, ауылымыз өзгерді. Осыларға көп рахмет. Енді біз қазақ біз соны бәрін көріп отырмыз. Мен бір жағынан былай кішкене мынау енді Казмисті өзім былай тексеріп, кейбір кезде былай көңілімде қалатын нәрсе да, бұл енді былай енді Конституция жазылды, недр земля богатство принадлежит народу Казахстана деп. Сонда мен анада да бір жиналыста айтқам. Сонда мына көрдім, бұрын анау киім тендердің бастықтарың болды. Сонда мен ойлайын, бірнеше миллиардқа Чукоткадан, Рабовичтан вот это медное месторождение сатып алып, и сояқта открывает сояқта компанию. Сонда мен ойлаймын, қалай қазақтың байлығы оны жарайды, Қазақстанға салса ештеме айтпайды. А бұл какой-то Чукоткаға апарып нетіп.
Енді қазір сендер новый акционерлар келдіңдер, мен бұрын әңгімені етпеймін, енді сендер не жассыңдар келдіңдер. Бұл өмірде, егерде сендер халықтарға жақсылық жасамасаңдар да, ешқандай сендер пайда көрмейсіңдер. Халық разы болса, Алла да разы болады. Сосын міне осындай көп қатысуқтарды ауылда жүреміз. Анжақ Құдай тамаққа шақырады, нетеді, міне әйелдер бәрі де отыр, детсатын адамдар отыр. Олар постоянно бізде анада кішкентай детсат, прямо анау руда түсіретін жерден, мында кішкентай детсат. Соны баяғыда анау еще уже 20 жыл бұрын, в общем, обещать еткен бізге детсат салып береміз деп. Соны енді біздің сондай бір өзіміздің арманымыз, үміттенеміз. Бұлай енді сіз все-таки частный компания, жаңа келіп жатсын, жаңа акционерлер там. Но енді біз сондай бір өзіміз сондай бізге бір жақсы, сондай бір қазіргі уақытқа сай бір детсат салып берсеңдер мынау нелерге, халқымызға. Бұлай бізде ауылымызда бәрі жақсы болып жатыр. Акимдар бәрі де район бізге көмектесіп жатыр. Ол жағынан біз ешқандай неміз жоқ. Бірақ та бізге енді мынау біздің балалар, біздің болашағымыз ғой. Соны біз балаларды солай ойлаймыз, осындай бір жақсы детсатта, бұлар сондай нелер, жақсы нелер, музыка болсын, жақсы сондай мұғалімдер болып солар нету. Сондай енді сіздерге енді өздеріңіз былай ақылдасып, осындай басшыларға жеткізіп, сондай бізге бір жақсы детсат салып берсеңдер, онда Алла разы болады. Сіздерге де мынау не. Енді болды ғой. Енді бұл қазір көрдіңіздер ма? Бұрын мысалға неге бұрын 10 жылда бір рет осылай қоғамдық тыңдау өтеді тұғын. Қазір өнеркәсіпте бір өзгеріс болатын болса, мысалға біз 1000 тонна шығаратын болсақ, қазір 1100 тонна шығаратын болсақ, біз қайтадан қоғамда анау жоба толығымен жойылады. Қайтадан біз осылай келеміз, сіздерге айтамыз. Міне біз осындай мына 1000 тонна шығардық, қазір 1001 тоннаға өзгертіп жатырмыз. Өсті. Өссе де, кемісе де, бір тамшы су төгілсе де, біз соны қазір үкімет соны подрядчиктердікін емес, үкіметтің өзі халыққа осы соны ыңғайластырып қойған, чтобы халық білсін, мысалға қай корпорация қандай жұмыс істеп жатыр, айқын, анық түрде білу керек, қандай зала тигізіп жатқан, басқа істеп жатқан сол. Сұрақ бар ма? Одан кейін егерде сұрақ болмаса қорытындыласақ, мен қорытынды сөзінде тағы да өз ойымды айтып кетем. Жалпы регламентті сақтап отырайық. Құрметті ауыл тұрғындар, жалпы мынау тыңдаудың өткізу ережесіне сәйкес 23-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар құжаттар бойынша жалпы баяндалды. Бұлардың бәрі экопорталда және ресми интернеттерде ресурстарында орналастырған құжаттармен байланысты баяндалған ақпаратқа сәйкес келіп отыр. Осыған байланысты қоғамдық талқылауды өткізілді деп есептейміз. Қоғамдық тыңдаудың өткізу ережесіне сәйкес кәсіпорын қоғамдық тыңдаудың нәтижелері бойынша қоғамдық пікірді ескеріп, қоғам қажет болған жағдайда ұсыныстарды жобаға өзгерістер енгізілуі тиіс. Қоғамдық тыңдаудың хаттамасы атқарушы органдарға беріледі және келіп түскен ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасы интернет ресурстарында сондай порталдарда міндетті түрде жарияланатын болады. Қатысқандарыңыз үшін рахметімізді айтамыз. Сау саламатта болайық. Рұқсат берсеңіздер осымен аяқтайық.